Баршаңызға сәлем. Бүгін жаңа қосылған пирогтың құрамымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп қойыңыз. Електен өткен ұнды май, қант, жұмыртқа салып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнға мен разрыхитель қосып жібердім. Май бөлме температурасында тұруы қажет. Барлығын араластырып, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырды әбден илеп, иін қандырып, сразу қолдана берсек болады. Жартысын алып, астын жұқа етіп, жақсылап жайып шығамыз. Бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпеуін қадағалаңыз. Осылай вилканың көмегімен жақсылап тегістеп аламыз және пешті қосып алдын ала қыздырып қоямыз. Міне қамыр дайын, енді начинкасын дайындап салатын боламыз. Бұл жерде жаңғақты бір келкі етіп осылай қолмен сындырып аламыз. Блендермен езуге болмайды. Блендермен езсе ол басқа дәм береді. Жаңғақтарды салып жақсылап орналастырып аламыз және үстінен сгущенканы құйып бетін тегістейтін боламыз. Міне пирогты осылай пешке салып пісіре берсек болады. Бірақ мен жан-жағын пышақпен тегістеп алатын боламын. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-де 30 минутта пісіріп аламын. Пирог дайын. Мен бетіне какао себе салдым. Сіз өз қалауыңызша әрлеп жасай берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмі өте ерекше, дәмді, нәзік болып шықты. Бір жасасаңыз, келесі жолы да жасайтын боласыз. Ас болсын.